Қайырлы күн YouTube көрермендері. Зәйтүн майы адам ағзасына өте пайдалы өнім. Бүгін зәйтүн майы шаш денсаулығы мен сұлулығын сақтауға қалай көмектесетіндігі туралы айтатын боламын. Түрлі майлар кондиционерлік құралдың рөлін атқарады. Олар ұйысқан шаштың таралуын жеңілдетеді, үлпілдек шашты басады және шаштың зақымдалуын азайтады. Кей майлар боялған шаш түсін сақтауға көмектеседі. Зәйтүн майы құрамындағы қанықпаған майлы қышқылдардың мөлшері бойынша көшбасшы болып табылады. Оның құрамында калий, кальций, темір, натрий, фосфор минералдары мен А, В4, Е, К дәрумендері бар. Ол шашты қатайтады, ылғалдандырады және қалпына келтіреді. Майсана майы сияқты зәйтүн майы да шашты зақымданудан қорғайды. Зәйтүн майы барлық типті шаштарға келеді. Бірақ кей адамдарға, мысалы шашы жұқа немесе майлануға бейім адамдарда оның әсері ұнамай қалуы мүмкін. Ал зәйтүн майы шашы құрғақ, қатты, зақымдалған, сынғыш және бұйра әйелдердің керісінше көңілдерінен шығады. Зәйтүн майын шашқа қолдану. Зәйтүн майын шашқа қолданудың ең қарапайым әдісі оны таза күйінде жағу. Ол үшін майды құрғақ шаштың барлық ұзындығына және бас терісіне массаж жасай отырып жағыңыз. Содан соң басыңызға душқа арналған шапка киіп 15 минуттай жүріңіз. Шашыңызды сусабынмен жуып тастаңыз. Шаш күтіміне зәйтүн майын қолданудың артықшылықтары. Сапалы зәйтүн майы шаш түптерін қатайтуға көмектеседі және шаш түсуін азайтады. Зәйтүн майы ылғалдандырушы әсерге ие, сондықтан шаш күтімді көрінеді. Оның құрамындағы антиоксиданттардың жоғары деңгейі шашты ерте ағарудан қорғайды. Зәйтүн майы мен басқа майларды араластырып жасаған маскалар шашты жұмсартуға көмектеседі. Зәйтүн майы тыныштандыратын қасиетке ие, сондықтан бас терісі қатты құрғақ болғанда және қайсақ кезінде зәйтүн майымен массаж жасау арқылы оның қышығанын басуға болады. Шаш күтіміне зәйтүн майын қолданудың кемшіліктері. Егер адамда зәйтүн майында аллергия болмаса, оны шаш күтіміне косметикалық құрал ретінде қолдану еш қауіпсіз төндірмейді. Оның жалғыз кемшілігі шашы өте жұқа және майланғыш қыздарға жақпауы. Мұндай қыздар оны қолданған кезде шаштары жұмсақ әрі жібектей болудың орнына ауыр және майлы болуы мүмкін. Егер де сіздерге ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.